Армысыз көрермен, желіде 103 эфир тізгінде мен Лаура Базарбай. Сәрсенбінің сәтті күнде сіздермен қайта қауышып, сіздерге денсаулық тақырыбында пайдалы ақпараттар беруге бүгін тағы да дайынбыз. Жалпы өткен аптада да, оның алдындағы аптада да үлкен бір тақырыпты қозғап келеміз, және ол тақырып өкінішке орай әлі де болса өте маңызды тақырыптардың айналасында қалып тұр. Бұл дегеніміз әйел денсаулығы. Әйел денсаулығына бір ғана емес, бірнеше эфир айналсаң да көпті кетпейтіні белгілі. Өйткені әйелдің денсаулығындағы бір проблема екінші проблеманың туындауына немесе басқа да проблемалардың жалғасуына алып келетін өте күрделі құбылыс. Сондай құбылыстардың бірі және сондай аурулардың бірі бүгінгі күнде көпшілік әйелдерде кездесетін эндометриоз туралы. Және дәл осы тақырып төңірегінде біздің студиямызға келген спикерлер жауап беретін болады, оның алдын алу, белгілері және емі деген сияқты. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Және тағы бір ескерте кететін сіздерге ақпарат, біздің желіде 103 эфирлерінің әр нұсқасы YouTube каналымызға салынып отырады. YouTube-ға кіріп, Ақтөбе телеарнасы деп іздесеңіз, және сол жақтан желіде 103-ті плейлисті бөлімнен тауып аласыздар. Және өздеріңізге қажетті тақырыптардың барлығын сол бөлімнен қарап шықсаңыздар да болады. Өйткені кей жағдайларда біздің бағдарламамыздың соңында немесе ортасында қосылып тақырыпты түсінбей жататын көрермендеріміз көп болады. Және көбінесе сұрақтар эфир біткеннен кейін келіп, және ол сұрақтарды оқымадыңдар дейтін көрермендеріміздің ренішінде соңғы кездері жиі байқап жүрміз. Сондықтан да бірден эфирдің басында осы ақпаратты сіздерге ескерте кеткіміз келеді. Эфир басталғаннан бастап, эфирдің төменгі бөлігінде тақырып жазылып тұр. Осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, және WhatsApp мессенджерге өздеріңіз сұрақтарыңызды аудио емес, текст форматында жазып жіберсеңіздер, біз міндетті түрде мамандарға қоятын боламыз. Сонымен қоса сұрақтарыңызды сауатты және ашық жазсаңыздар, сол кезде мамандарға да жауап беруге өте ыңғайлы болады. Сонымен таныс болыңыздар, бүгінгі тақырып төңірегінде сіздерге пайдалы ақпарат беретін Айдана Аманжанқызы, 2-ші дәрежелі дәрігер-гинеколог, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің PhD докторанты. Қош келдіңіз. Арнайы уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, әйел денсаулығында жалпы әрбір проблеманы алып қарап, әрқайсысына бөлек эфир арнасақ та жеткілікті. Өйткені оның барлығы өте күрделі құбылыс. Ал бүгінгі тақырып эндометриоз. Жаңа айттық, өйткені бүгінгі таңда көптеген қыз келіншектер деп астын сызып айту керек. Өйткені көбінесе әйел адамдар ойлайды екен, проблеманың барлығы әйел денсаулығындағы босанғаннан кейін басталады деп. Әйтсе де осы эндометриоз тіпті жас кезден де басталатын аурулардың бірі, осы туралы. Алдымен эндометриоз дегеніміз не? Қарапайым тілмен көрермендер түсінетіндей қылып жеткізіп берсеңіз. Эндометриоз дегеніміз жалпы қыз балаларда және де қыз келіншектерде кездесетін, қазіргі таңда 10 әйел болатын болса, соның біреуінде кездесетін гормондарға тәуелді ауру болып саналады. Яғни, былайша айтқанда, эндометрий ол жатырдың ішкі қабатын төсеп жататын қабат. Сол эндометрий қабаты басқа тіндерге көше бастаған кезде, яғни жатырдың басқа бөліктеріне, болмаса аналық бездерге, жатыр түтікшелеріне, жатыр түтікшелері арқылы шығып ішпердеге шығатын болса, бізде эндометриоз ауруы дамиды. Яғни, эндометриоз, эндометрий, тіні, эндометрий деген сөзден пайда болған. Яғни, бір қызығы осы тақырыпқа дайындалардың алдында мен іздеген кезде дәл осы эндометрий ауруы ер адамдарда да кездеседі екен. Ол қалай деген сұрақ менде пайда болды. Жоқ әлде қате оқып қалдым ба деп қайта-қайта бірнеше рет қарадым ол ақпараттарға. Енді біз ойлаймыз, эндометрий жатырда болатын болған соң, ол тек қана әйел адамдарда кездеседі. Негізінен эндометриозға қыз балалар және келіншектер көп зардап шегеді. Бірақ деген кейбір ғылыми деректер бойынша ер адамдарда кездеседі. Ол қалай пайда болады? Ол ұрық анасының ішінде дамып жатқан кезде эндометрий тіні ер адамдарға да, ұрыққа да берілуі мүмкін, қалып қою мүмкін өтіп. Сол, бірақ эндометрий тіні егерде ер адам денсаулығы 100% жақсы болып келе жатса, ол дамымайды. Бірақ кейбір жағдайларда иммундық статусы төмен түсіп, ер адамдар қабыну процестері және де басқа да, мысалы, онкологиялық ауру кезінде ер адам әлсірейді, сол кезде егерде эндометрий тіні берілген болса, сол кезде ер адамдарда да эндометриоз дамуы мүмкін. Бұл енді өте сирек кездесетін, бірақ кездесетін жағдай.
Жалпы адамның иммунитеті туылғаннан бастап ол бір иммунды болып келеді, әр нәрсемен, аурумен күресуге тәуелді болып келеді. Ал осы эндометриоздың белгілері, алғашқы белгілері немесе себептері қалай пайда болады, неліктен пайда болады? Қандай жағдайда дұрыс болмағандықтан немесе дұрыс жұмыс жасамағандықтан деген сияқты? Жалпы эндометриозды айтпас бұрын негізі етеккір циклын айтып кету керек. Әйел адамдарда кездесетін 10 және 15 жас аралығында қыз балаларда етеккір циклы қалыптаса бастайды. Сол етеккір циклы қалыптыда қыз балада ауырсынусыз болу керек негізі. Енді бастапқы 1-2 күнде ауырсыну болуы мүмкін, бірақ толық етеккір циклы бойында ауырсыну болатын болса әйелде, ол кезде біз күдіктене бастауымыз керек. Медициналық терминмен айтқанда дисменорея деп айтамыз. Яғни бұл болашақта сол қыз балада эндометриоз ауруына әкелуі мүмкін. Жалпы етеккір циклы ол етеккірдің алғашқы күнінен келесі етеккір циклы басталғанға дейінгі кезеңді біз етеккір циклы деп айтамыз. Ол қалыптыда 21-35 күн аралығын қамтиды. Ал етеккірлік қан кету, менструальды қан кету деп айтамыз, ол 5-7 күн. 3-7 күнді қамтиды. Яғни 3 күннен төмен болса, я болмаса 7 күннен жоғары болса, ол да патология. Яғни осындай симптомдар болса, ауырсыну, етеккірдің сирек келуі, болмаса көп келуі міндетті түрде дәрігер гинекологқа қаралып, толық диагностикадан өту керек. Себебі сол эндометриозның белгілері ол ауырсыну және де көп мөлшерде қан кету. Етеккір циклы негізі репродуктивті жастағы әйелдерде кездеседі, яғни ол бала туу жасындағы әйелдерде. Және менопаузаға дейін жалғасуы мүмкін. Ал менопауза дегеніміз ол етеккірдің тоқтауы. Сол жас аралығында неге біз көбінесе көңіл бөлеміз? Себебі эндометриоз ол болашақта бедеулікке әкелуі мүмкін. Қазір әлемде негізі 10-12% алғанда осы әйелдерде осы эндометриоз ауру кездеседі. Қазіргі таңда өте сирек, өте жиілеп бара жатыр. Осы 21-ші ғасырдың қатерлі ауру деп те айтады кейбір деректерде. Себебі эндометриозды уақытылы емдемесек, ол біріншіден бедеулікке әкелуі мүмкін. Және де одан әрі қарай асқынып кеткен жағдайда мүлдем ем жүргізілмей, қаралмай, онда ол онкологиялық процеске де өтуі мүмкін. Себебі эндометрий тіні басқа мүшелерге өтеді ғой. Сол жерде дамып қабыну процесі бастайды. Мысалы, егерде қатерлі ісікке алып баруы мүмкін деген сөз ғой. Қабыну процесі, сол қабыну процесі одан ары қарай жабысқақ процеске, яғни спайки деп айтып жатамыз ғой. Жабысқақ процеске әкеледі. Және сол жерде жабысқақ процесі одан әрі тыртық дамып, сосын қан айналу, қан кровообращение сол жерде өте қатты күшті дамығандықтан, яғни клеткалар көп мөлшерде бөліне бастайды, онкологиялық процесс сияқты. Сондықтан одан әрі сол қатерлі ісікке де әкелетін жағдайлар болып жатады. Жалпы гинеколог мамандар дейтін бар, ол әйелдің денсаулығын қарайтын мамандар. Бірақ әйелдің денсаулығы дегенді біз жаңа айттық, бала туатын, баланы босанатын, дүниеге алып келетін бір ара қашықтықты ғана сол кезде ғана тексеріледі. Жалпы осы етеккір циклы қыз балаға келіп бастағаннан кейін тексерілу, қаралу қажет пе, жоқ әлде ол аса қажеттікті қажет етпейді ме? Өйткені кейбір аналар қыздарына етеккір басталды деп қорқынышпен айтқан кезде жай ғана ол әйел адамдарда болатын құбылыс деп қарау мүмкін, бірақ ол кезде ол ауырсынулар, оның күннің жаңағы ұзақ болуы немесе аз болуы менің ойымша тіпті сұрап та жатпайтын сияқты. Сондықтан да бұл ары қарай дамып осындай ауруларға алып келеді. Енді, бұл жерде тоқтала кететін жағдай, сол біз қыз балаларды шынымен де кішкентайында гинекологқа апаруға енді біріншіден ұят деп ойлаймыз, дұрыс емес деп ойлаймыз, бірақ негізі көріну керек. Неге, не себепті? Бірінші жылы етеккір дамыған кезде қыз балада ол тұрақсыз болады. Яғни бір жылда тұрақсыз болуы, бірсе келіп, келмей қалуы, ол қалыпты түрде. Ал егерде сол бір жылдан аса уақытта қыз балада ауырсыну, етеккірі дұрыс келмей, тұрақталмай, сондай жағдайлар болып жатса, міндетті түрде балалар гинекологына қаралған дұрыс. Ата-ана соған мән беру керек, себебі қыз баласы ол болашақ ана. Сондықтан оған тек қыз бала ретінде емес, болашақ ана ретінде қарау керек. Ал жалпы етеккірдің осы басталған кезінен бастап ауырсынып келуі, бұл яғни норма емес. Бізде бөліп қарастырамыз. Біріншілік дисменорея, яғни ауырсынумен келуі, және екіншілік дисменорея.
сол екіншілік дисменорея осы эндометриозға әкелуі мүмкін. Бұл қалай жатасыздар? Екіншілік дисменорея мына репродуктивті жасқа қарай жақындаған кезде дамый бастайды. Яғни ол екіншілік дисменорея организмнің манағыдай осындай патологияларға әкелетін түрі. Эндометриоз, жатырдың миомасы, сондай қауіпті ауруларға әкелетін болса, біз осыны қарастырамыз. Ал біріншісінде? Біріншісінде ол бастапқы кезеңде қыз балаларда ауырсынумен болады ғой. Сол кездегі қыз балалардағы ауырсынуды біріншілік дисменорея. Және жаңа асқынған кезде қандай көріністер табатынын айттық, иә? Ал енді оның белгілері, себептері қандай болады? Жалпы алғашқы белгілерін біле аламыз ба дәрігерге хабарламастан? Эндометриозында? Иә. Әлде ол бір фонда дамитын ауру түрі болып санала ма? Мысалы болады ғой. Ешқандай ауру сырқау білдірмей ғана барып, ең бір жоғары сатысына келген кезде ғана оның сондай ауру екенін біледі. Ең бастапқы этапында созылмалы жамбас аймағында және де бел аймағындағы ауырсыну. Яғни әйел ауырсынумен жүре береді, ол білмейді, ол қай кезде біледі, ол бала көтерейін деп жоспарлап жүрген кезде әйелде жүктілік болмайды. Сол кезде тексеріле келе, ол әйелде ешқандай патология болмауы мүмкін, ешқандай білмейді ол не себепті. Ал оны зерттей келе, ультрадыбыстық зерттеу, одан әрі операция, лапароскопиялық операция жүргізу арқылы біз эндометрия ошақтарын тапқан кезде осы бедеуліктің себебі эндометриоз екенін біліп жатамыз. Енді ең басты симптомы сол созылмалы жамбас бел аймағындағы ауырсыну және де етеккір циклының бұзылысы. Жалпы енді қазір үлкен бір тренд деп айтуға болады ма, болмай ма білмеймін. Әйелдердің интимді гимнастикасы дейтін шыққан. Соларды жасау арқылы бұндай аурулардың алдын алуға бола ма, жоқ әлде ол жай ғана жаңағы бұл неттерді сақтап тұру үшін ғана қажет пе? Енді жалпы физикалық жүктеме ол барлық организмге керек. Спортпен шұғылдану, бірақ шамадан тыс физикалық жүктеме менструалды кезеңде болмайды. Себебі егерде шамадан тыс осындай артық жаттығулар істейтін болсақ, бізде эндометриозға әкелуі де мүмкін. Себебі менструация кезінде көп артық қимылдар жасамау керек. Бүгін біздің эфирге келген екінші спикеріміз бар. Сол спикерді ортаға шақырғымыз келеді. Келе қойыңыз, қош келдіңіз. Айнұр Донаева, доктор PhD, Батыс Қазақстан медицина университеті физиология кафедрасының аға оқытушысы, екінші дәрежелі балалар және жасөспірімдер гинекологы және Қазақстан Республикасының эндометриоз ассоциациясының мүшесі. Қош келдіңіз. Сізді күттік біраз уақыт. Үлкен рахмет айтамыз уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Енді тікелей эфирде бізде неше түрлі жағдайлар болып жатады. Маман кешігіп келгеннен кейін сізге сұрақты бірден бастап кетуге жөн көріп жатырмыз. Жалпы жаңа эндометриоз туралы айтты, асқынулары және соның алғашқы себептеріне, белгілеріне тоқтап жатырған болатынбыз. Сол туралы өзіңіз жалғастыра кетсеңіз, Енді қазір кезде мына эндометриоз үлкен... Қаттырақ сөйлесеңіз. Қазір кезде эндометриоз үлкен проблема болып табылады. Балалар, жасөспірімдер гинекологиясында ғана емес, жалпы репродуктивті медицинада, соның ішінде бедеулікке алып келетін асқынулардың бірі деп айтуға болады. Және екінші жағдай, бұл кезде эндометриоздың негізгі жаңа белгісі бар ма, жоқ па анықтау, диагностикалау, немесе оның дүп үстіне түсу деген сияқты әлемде нақты қойылған диагноз бойынша табу өте қиын. Ондай сараптама жүргізу үшін және бұл диагнозды қою үшін комплексті диагностикалық жүргізу керек дәрігер. Соның ішінде клиникалық және де одан бөлек лабораторлы, үшінші ол инструменталды. Және осыған дейін әлем бойынша эндометриоз диагнозын тек қана операция деңгейінде, жатырішілік деңгейінде, қуыс ішілік деңгейінде гистологияның нәтижесіне ғана, сүйене ғана айтатын болған. Бірақ қазір кезде бұл диагноздың көп болуына, жиі кездесуіне, асқыну өршіп отыруына байланысты көптеген маркерлар анықталып, әлемде ғалымдар бұған көзқарасын өзгертіп, және эндометриозды емдеудің жаңа тәсілдерін ұсынуда. Қандай тәсілдер? Қазір кезде ол тәсілдер өте көп.
жалпы эндометриозды зерттейтін ғалымдардың арасында ең бірінші анықталған жаңағы нақты диагностика қазір кезде негізгі алтын стандарт дейді ғой, ультрадыбыстық зерттеу бойынша анықтауға болады қазір кезде. Екінші жағдай ол мына лабораторлы анализдерді алған кезде анализде болған ерекшеліктер бойынша зерттеу жүргізген қыз балалардың арасында, жасөспірімдердің арасында көбінесе ферритиннің төмендеуі, яғни маркер ретінде анықталып, және де макроэлементтер, микроэлементтер, витаминдерінде тапшылығы және организмдегі ерекшеліктерінің бұзылыстары анықталған жағдайда эндометриозға алып келетін себептер деп қазір кезде тұжырымдап жүр. Оны қандай белгілерге байланысты ол ультрадыбыстық зерттеуді жүргізу керек? Жайдан жай мысалы 15-ке толдың, саған етекір келіп басады, саған жүр эндометриозға тексерек деп айтылмайды ғой. Оның қандай да бір белгілері болу керек қой. Осы белгілер болған жағдайда ғана ультрадыбыстық зерттеу жасаймыз, содан кейін барып оны анықтаймыз деген сияқты. Ол үшін қандай белгілер болу керек? Дұрыс айтасыз, белгілер жаңағы эндометриозға мүмкін деген белгілер бар. Оның ең негізгі белгісі ол кіші жамбас қуысының ауырсыну синдромы. Яғни ол етеккірге байланысты, немесе байланысты емес, етеккір циклы кезінде ауырсыну белгілерінің болуы. Бірақ ауырсынудың өзі түр-түрге бөлінеді. Жедел ауырсыну, яғни оперативті емді қажет ететін, мүмкін ол эндометриозға байланысты болмауы мүмкін. Және етеккір циклының ерекшелігіне байланысты, ауырсынып келуіне байланысты болуы мүмкін. Және үшінші жағдай, эндометриоздың негізгі белгісі көбінесе осы дисменорияның негізгі асқынуы деп айтамыз ғой. Ауырсыну белгілері етеккір алды, етеккірдің алғашқы 3 күні және де етеккірдің соңғы күндерінде белгі беруі мүмкін. Негізгі мән беретін жағдай ол ауырсыну синдромының болуы. Екінші, ол клиникалық тұрғыдан шағымды жинау кезінде біріншілік немесе екіншілік бедеуліктің болуы, эндометриозға немесе эндометриоздың түрлері өте көп таралуына байланысты сол белгі беруі мүмкін. Және үшінші жағдай бұл ультрадыбыстық зерттеу кезінде жатыр ішілік жабысқақ процесі дейді. Сол процестердің болуының өзі эндометриоздардың негізгі белгісі болуы мүмкін. Жаңа айттыңыз ғой, эндометриоздың түрлері көп деп. Біз бұл бір ғана гинекологияның бір проблемасы десек, демек эндометриоздың ішінде тағы бөлінеді түрлері бұл. Ол қалай бөлінеді және несіне байланысты, не себепке байланысты? Эндометриоздың енді түрлері ол жаңағы организмнің ерекшелігіне байланысты жыныс мүшелердің қай органында орналасады, соған байланысты эндометриоз бөлінеді. Яғни қуыс-ішілік, құрсақ-ішілік, төменгі жатыр-ішілік, яғни эндометриоз деп айтамыз біз оны, анықталған жағдайда, және жатыр ішінде анықталса, біз оны аденомиоз дейміз. Яғни эндометриоз тек қана іш қуысында емес, жатыр ішінде де анықталып жатады. Егер де ол аналық безінде анықталса, оғанда мән беріп қарауымыз керек. Яғни қай мүшеге жақын орналасады, соған байланысты болуы мүмкін. Және экстрагениталды эндометриоздарда анықталып жатады. Бұл көбінесе асқынған, көптеген жылдар бойы ем алмаған, нәтижесіне асқынуына мән бермеген эндометриоздардың асқынуларын айтамыз. Және бұны диагностикалау кезінде ультрадыбыстық зерттеу нағыз ең негізгі маркер ретінде қазіргі кезде әлем бойынша, яғни денсаулық сақтау ұйымы және де осы эндометриоз әлемдік ассоциациясы қазіргі кезде негізгі маркер деп анықтап келе жатыр. Яғни бұл, былай айтқанда, бір 100% нақты жауапты бере алады деген сөз, дұрыс емес деген. Бар немесе жоқ екенін қазір кезде негізгі алтын стандарт ретінде ультрадыбыстық зерттеуді анықтап жүрміз қазір кезде. Ал енді бұның алтын алу жолдары бар ма? Жоқ әлде ол мүмкін емес пе? Алдын алу? Эндометриозды болдырмау, мысалы айтқан кезде. Біз мана айтып кеттік қой, эндометриоз иммундық статусы төмендеген әйелдерде пайда болады. Яғни көп жағдайда, мысалы стресс жағдайында жүрген әйелдерде, болмаса гормональдық фон бұзылыс берген кезде эндометриоз дами бастайды. Сондықтан ең басты профилактика ол салауатты өмір салты, яғни стресстен аулақ болу, барынша жақсы көңіл күймен жүру, және де дұрыс тамақтану. Себебі тамақтануда бұған әсер ету мүмкін. Шектен тыс біз тамақты, кейбірлер болады, диета сақтаймыз, шектеу тамақты, ол да етеккір циклының бұзылысына келеді.
өз кезегінде ары қарай органикалық патологияларға әкелуі мүмкін. Және осы етеккірден бұрын эндометриоз жүктілікті кеш жоспарлайтын әйелдерде де дамуы мүмкін. Сондықтан барлығы әрине өзінің дер кезінде болса, яғни осылай алдын алуға болады барынша. Жалпы осы медициналық хабарға келген дәрігердің айтатыны, денсаулықты сақтау оңай. Оның ең басы алдын алу, ал алдын алу үшін салауатты өмір салтын сақтау. Және өте жақсы қоса кеттіңіз. Салауатты өмір салты дегенде дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану және физикалық жаттығуларды айтамыз да, бірақ өкінішке орай бүгінгі күні өте үлкен орын алып отырған эмоционалды жағдайды ешкім жиі айта бермейді. Бірақ бұл да аса маңызды ғой. Ендеше дәл әріптестеріміздің осы тақырып төңірегінде дайындаған салауатты өмір салты тақырыбындағы сюжетке назар аударайық, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Ғұмырыңыздың ұзақ әрі денсаулығыңыздың берік болуы дұрыс өмір сүрумен тікелей байланысты. Зерттеулерге сәйкес салауатты өмір салтын ұстану көптеген аурудың алдын алады. Ол тек жаман әдеттен арылуға бағытталмайды. Тамақтануды реттеп, физикалық белсенділікті, психикалық денсаулықты қалпына келтіреді. Дұрыс тамақтану. Артық салмақ болмас үшін шамадан тыс тамақтанбаңыз. Ең алдымен қуырылған, қант, тұзды тағамдардың мөлшерін азайтып, пайдалы асты тізімге қосыңыз. Мәселен, қырыққабат, астық өнімдері, бұршақ, жаңғақтар, балық пен көкөністер. Физикалық белсенділік. Күнделікті ерте тұрып таңғы жаттығу жасаңыз. Шамамен 1 сағат жаяу жүруге дағдылану да артық етпейді. Дене белсенділігінің жеткілікті деңгейін ұстап тұру міндетіне тиянақтылық таныту мықты денсаулық, зор күш-қуат нәтижесін бермек. Психикалық саулық. Біздің қабылдауымыз сау психикамен байланысты. Сол үшін невроздың алдын алу, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу, қолдау білдіретін ортаны қалыптастыру маңызды. Жаман әдеттерден бас тартып, жақсы әдеттерді қалыптастырыңыз. Мәселен, ішімдік пен темекіден бас тартыңыз. Сондай-ақ ұйқы режимін сақтаңыз. Жеткілікті түрде су ішіп, фастфуд пен газдалған сусыннан бас тарту, ағзаға қажет дәрумендерді қабылдау да дұрыс өмір сүрудің кепілі. Неке әріптестеріміздің әдемі тақырып төңірегінде дайындаған сюжетіне назар аудардық. Шынымен де салауатты өмір салты денсаулығыңызға кепіл бола алатын ең дұрыс жол. Дәл сол жолдарды дұрыс сақтасаңыз, міндетті түрде сізде ешқандай денсаулығыңызда мәселе болмайтынына біз сенімдіміз. Енді әрі қарай эндометриоз тақырыбын жалғастырайық. Эндометриоздың және басқа да бөліктерде дамитынын білеміз, сол туралы айтсаңыздар, яғни басқа органдарда. Айнұр Ергалиевна айтып кеткенде, генитальды және де экстрагенитальды деп ажыратамыз. Генитальды, яғни ол жатыр жамбас қуысы мүшелеріндегі жыныс органдарында кездесетін болса, біз генитальды деп айтамыз. Ал егер де экстрагенитальды, ол яғни манағы менструальды қан жатыр түтікшелері арқылы шығып, басқа органдарға бекуі мүмкін. Эндометрий тіні негізі жатыр қуысынан тыс жерлерде өтетін болса, ол өліп қалады. Себебі ол жерлерге бейімделмеген. Бірақ егерде манағыдай патологиялық процесс, иммундық статусын төмендеген әйелдерде сол эндометриоз дами бастаса, біз экстрагенитальды, ол ішпердеде жамбас қуысын қаптап жататын, одан әрі ішектерде, шарбы майында, тіпті өкпеге дейін эндометриоз дамуы мүмкін. Кей жағдайда сирек ғылыми деректер бойынша көзінде эндометриоз болады. Сол менструация келген кезде манағы сол жердегі эндометрий ошақтары менструальды, яғни менструальды қан кету, ол эндометрийдің сылынып түсуі сыртқа қарай. Сол манағы жерлерде де менструациямен бірге ауырсынулар пайда бола бастайды. Соны қосып кеткім келген. Мына жақта бізге сұрақ келді. Сәлеметсіздер ме? Мен бала көтере алмай жүрген кезде көп емделдім. Сол кезде эндометриоз деген диагноз қойды. Бірақ бұл әрбір әйелде болатын диагноз, оған ештеңе істей алмаймыз деп ешқандай ем жүргізген жоқ. Кейін бала көтердім және өтініш жазған кезде кейбір әріптеріңіздің арасын ашып жасаңыздар. Бала көтерген кезде бізге операция жасады. Сол кезде эндометриоз бар екенін қосымша білді және күйдіріп тастадық деді. Одан кейін мен оған ешқандай ем жасаған жоқпын және гинеколог мамандарда келіңіздер деген әңгіме айтқан жоқ. Енді ол қауіпті емес пе, әлде күйдіргеннен кейін ол ешқандай жара болып қалмайды ма дейді. Сұрақты түсіндіңіздер ме жалпы? Жалпы түсіндім.
Эндометриоздың жалпы емі ол комплексная терапия деп айтыламыз, кешенді ем жүргізу, яғни гормоналды ем, және де оперативті ем жүргізіледі. Яғни күйдіру ол операцияға жатады, Енді күйдіру деп, былайша айтады, эндометрий ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықтаймыз, және де операцияның екі түрі болады. Гистероскопия, яғни жатыр қуысын қарау, және де лапароскопия. Ол іштен кішкентай тіліктер жасау арқылы, бұлай енді жұрттың арасында айтқан кезде лазерлі операция дейді, ол медициналық теорияда терминмен лапароскопия деп аталады. Сол кезде біз эндометрий ошақтарын анықтаған кезде, ішпердеде болсын, яғни басқа жерлерде, басқа мүшелерде біз кесіп алып тастаймыз ол ошақтарды. Немесе күйдіріп тастаймыз. Негізі бірақ әрине алып тастаған дұрыс, сосын алып тастап біз оны гистологиялық зерттеуге жібереміз. Ал егерде аналық бездерінде кездесетін болса, ол эндометриома деп аталады. Кеста сияқты дамиды. Ол бедеулікке не әкеледі? Осы егерде аналық без зақымданатын болса, аналық бездің қоры азайып, және де овуляцияға кері әсерін тигізуі мүмкін. Әйелде сол себепті бедеулік пайда болуы мүмкін. Енді эндометриозы бар әйелдерде мүлдем жүктілік болмайды деген емес. Егерде ол дер кезінде ем жүргізілсе, дер кезінде барлығы істелінсе, этап бойынша әйел жүкті болып кетеді. Негізі біз әйелдерге, эндометриозы бар әйелдерге жүкті болу керек деген айтамыз. Себебі неге жүкті болу керек? Жүкті болуға тырысу керек. Себебі эндометриоз дегеніміз ол эстроген гормонының көп мөлшерде бөлінуі. Ал эстроген гормонын төмен түсіретін, тежейтін ол керісінше прогестерон гормоны. Ал прогестерон гормоны біз гормональды ем кезінде сырттай береміз, болмаса жүктілік кезінде ол табиғи түрде бөлінеді. Сондықтан ол эндометриозды тежейтін нәтижеге жеткізеді. Яғни оны бір алдын алып жойып та жібермейді, немесе оның қайтадан өсіп кетуіне деп қалады, жай ғана бір тежейді. Тежейді, кері регрессия болуы мүмкін, кері дамуы мүмкін. Эндометриоз одан әрі қарай өршіп кетпеуі мүмкін. Ал енді жаңа айтып жатыр ғой, күйдірді деп. Сіз алып тастағаның дұрыс болар еді дедіңіз. Енді күйдіргеннен кейін оның денсаулығына кері әсерін тигізбей ме, жоқ әлде қайтадан оның өршуіне әкеліп соқпай ма? Енді ол организмге байланысты, әйел организміне. Әйел өзін өзі күтіп, барлығын жақсы сақтап жүрсе, онда ол әрі қарай дамымауы мүмкін. Яғни сол орында тұрып қалуы мүмкін. Күйдіргенде сол ошақтарды біз күйдіреміз, ол организм өзі бейімшіл ғой, сол жерді өзі қалпына келтіреді ол. Сондықтан тек әр 6 ай сайын тексеруден өтіп тұру керек, сосын өзін күту керек әйел. Яғни қазір біз бұл ханымға тексерілуге... Сол ханымға айтып едім. Қосарыңыз болса, әрине. Біздің Айдана Аманжанқызы жалпы осы эндометриоздармен жиі кездесіп тұрған соң, жаңа оперативті гинекологияда жиі осы эндометриоздың негізгі себебі бедеулік екенін нақты айтып отыр. Операция кезеңінде жиі ойламаған жерде диагностикалық лапароскопия жасаған кезде де Айдана Аманжанқызы жаңа өз операцияларында анықтап жатыр эндометриозды жиі. Жалпы бұл қыз балаға айтатыным, жаңа бізге жазған науқас, сізге көп рахмет, қызығушылық танытып, ары қарай өзіңіздің денсаулығыңызға немқұрайлы қарамағаныңызға көп рахмет сізге. Біздер айтарымыз жалпы дәрігер ретінде, акушер-гинеколог ретінде ары қарай енді бұл эндометриоз күнделікті қазір кезде мына медицинада орнында тұрған жоқ. Көптеген осы эндометриозға байланысты зерттеулер жүргізіп, ары қарай осы қыз балалардың, осы біздің науқастардың денсаулығын жақсарту мақсатында, өмір сапасын жақсарту мақсатында олардың жаңағы емін және олардың емін ұзаққа нәтиже беруіне қазір кезде үлкен акцент аударылып жүр. Тек дәрігерлер емес, дәрігер ғалымдардың да арасында. Бұл қыз бала ары қарай өзінің жергілікті тұрғылықты мекен жайы бойынша акушер-гинекологқа бару керек. Сізге егерде операция деңгейінде эндометриоз анықтап атса, яғни сізге операция жасаған дәрігерлер өте білікті мамандар деген ұғым. Ол мамандарға да көп рахмет, эндометриозды анықтаған сізге ары қарай бұл жалпы жаңағы өзіңіздің денсаулығыңызға немқұрайлы қарамауға жолдама беріп тұр. Яғни сіз ары қарай гинекологқа барасыз, 6 ай сайын Айдана Аманжанқызы айтқандай УЗИ ультрадыбыстық зерттеу жатыр қуысына жүргізу керек, іш қуысына, және де одан бөлек мана біз оның алдында айта кеткенбіз, эндометриозы бар қыз балаларда етеккірдің
көп мөлшерде ауырсынумен келуіне байланысты темір жетіспеушілік анемия және ферритиннің тапшылығы жиі кездесіп жатыр. Бұны мен емес, бұны әлемдегі ғалымдардың зерттеулерінің нәтижесі нақты осындай тұжырым беріп жүр. Бұл науқаста Айдын Аманжанқызы айтқандай комплексті ем алып, комплексті диагностикалық зерттеу жүргізіп, денсаулығына ары қарай немқұрайлы қарамау керек. Себебі бұның негізгі белгісі эндометриоздың ауырсыну синдромы болғандықтан етеккірдің ауырсынуының өзі қыз баланың өміріне көптеген дискомфорт, отбасының жағдайына, әлеуметтік тұрғыдан өмір сүру сапасына, істеп жатқан жұмысының нәтижелеріне және отбасындағы жалпы эмоционалды жағдайына да үлкен әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұның бәріне терең мән беріп қарау керек. Қазіргі кезде енді осы қыз балалардың жағдайын жақсарту мақсатында көптеген зерттеулер тек әлемде емес, Қазақстан деңгейінде, тек Қазақстан деңгейінде емес, Ақтөбе деңгейінде, осы біздің Батыс Қазақстан медицина университетінің қалыпты физиология кафедрасының бастамасымен біздің жетекшіміз доктор PhD қауымдастырылған профессор Аманжолқызы Айнұр деген акушер-гинеколог, соның ішінде зерттеуші гинеколог, зерттеуші жаңағы тәлімгер, осы біз сияқты PhD-ларды Айдын Аманжанқызының басқа да көптеген 8 докторанттардың жетекшісі осы етеккір циклының ауырсынуына байланысты дисменореяның асқынуларына үлкен акцент беріп, және оны емдеуде көптеген жаңағы зерттеулерге мән беріп жатырмыз. Соның ішінде мына негізгі акцент Айнұр Аманжолқызының жетекшілігімен жүріп жатқан ғылыми зерттеулердің негізгі акценті ол D витаминінің тапшылығы. Және де ол D витамин тапшылығының өзі де осы етеккір циклының ауырсынып келуіне, болашақта ол екіншілік дисменорея, соның ішінде эндометриоздың пайда болуына алып келуі мүмкін. Осы D витаминіне арнайы бір эфир арнау керек сияқты. Өйткені көптеген ауруларға байқаймын, дәл осы D витаминінің жетіспеушілігі себеп болады екен. Енді осы жерде бірақ өкінішке орай ойда екіге бөлінеді. Дәрігерлердің арасының өзінде. Бір дәрігерлер айтады, мына жаздағы 3 ай уақытта D витамині қажет емес, өйткені біз күннен аламыз, ол жеткілікті дейді. Екінші топ керісінше айтады. Біздің Қазақстанда тіпті 3 ай жаздың өзінде күннің сәулесі бізге жетпейді. D3-ті 12 ай бойы пайдалану керек дейді. Енді әйелдің денсаулығына, эндометриоздың алдын алуына, жаңа қан жүйесінің дұрыс жүруіне D витаминін қай кезде қолдану керек, қай кезде тоқтату керек? Енді біз күн көзінен алатын деп айтамыз, жалпы. Бірақ шынымен де ол күн көзі жеткіліксіз. 3 ай жазғы күн көзі жеткіліксіз. 3 ай болсын. Ол тіпті мына қатты ыстық жерде тұратын адамдарға да күн көзінен алған витаминді ол жеткіліксіз болып саналады. Витаминді тек қана сол манағы күн көзінен алынатын, сосын манағы балықтан, су өнімдерінен аламыз деп айтамыз. Және дегенмен қосымша витамин D-ні профилактикалық мөлшерде, егер тапсырсаңыз қалыпты болып тұрса, онда профилактикалық дозасын ішу керек. Ал егер де тіптен төмен болса, онда емдік дозасын ішу керек. Себебі витамин D жетіспеушілігі біршама ауруларға жалпы организмді қалыпты ұстап тұруда маңызды роль атқарады. Еді бұл эндометриоз көбінесе қай жастағы қыз келіншектерде көрініс табады? Жасөспірім шақта, немесе әйел ана болған жаққа, немесе егде жаста? Қай жас аралығында жиі байқалады осы эндометриоз ауруы? Жалпы жаңағы эндометриоздың негізгі мына таралу жиілігіне байланысты айтатын болсақ, жүргізілген, енді біздер тек дәрігер емес, екінші жағымыз зерттеуші жас ғалымдар болғандықтан, біздер нақты мақала жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, нақты статистикалық нәтижелерге қарап айтқымыз келеді өз тұжырымымызды. Сондықтан мына жүргізілген зерттеулер бойынша әлемде соңғы 10 жылдықта эндометриоз өзінің актуалдылығын ешқандай тастамай келе жатыр. Себебі ауырсыну белгісі керісінше жүргізілген зерттеулер бойынша көп және жиі кездесіп жатыр. Және таралу жиілігі бойынша жасөспірім қыз балалар, яғни ерте
репродуктивті жастағы қыз балаларда жиі кездеседі деген тұжырым айтып жүр. Және оның негізгі таралу жиілігі мына Европа елдерінде Орта Азияға қарағанда таралу жиілігі жиі деген тұжырым, зерттеулердің тұжырымдары бар. Яғни европалық нәсілді қыз балаларда ерте жастағы жасөспірімдердің арасында жиі кездеседі деген 15 пен 19 жас аралығында жиі анықталып жүр. Бірақ көбінесе енді Европа елі ол жаңағы олардың отбасы құрудың орта жас шамасы 40 жас болғандықтан статистикалық тұрғыдан олар көбінесе бұл жаста да жалпы Европа емес, Азия елінде де бұл ауруға бұл жаста үлкен акцент аударылмағандықтан барлығы жаңағы білім қуу, карьера қуу мақсатында және отбасын жоспарлайтын кезде ғана анықталып жатады бұл кезде. Яғни Европа елдерінде 40 жасында анықталып жатады, бірақ шағымдардың клиникасын сұрастыра келгенде ол ерте болғанын анықталады. Ал Азия елінде ол 30 жастан кейін жиі анықталып жатады. Бірақ негізгі жалпы осы ұлттық денсаулық сақтау ұйымының негізгі статистикасы бойынша 15 пен 19 жас аралығында жиі кездеседі деген тұжырым айтып отыр. Ал ол жаста кездескен қыздарға қандай ем жасау керек? Жалпы осы эндометриоздың ем жолы екеу деген ақпарат естідім. Біріншісі гормоналды таблеткалерді пайдалану арқылы, екіншісі тіпті жаңағы жатырды алып тастау деген. Жоға деп қате пікір ме? Жалпы қалай ем жүргізіледі? 15-тен 19 жасқа дейінгі жасөспірім қызда эндометриоз анықталды делік. Емі қандай болмақ? Егер жасына қараймыз, бірден енді әйелге біз гормон препараттарын бермейміз, иә? Соны айтам, сол үшін сұрап тұрмын да, иә. Зерттеп аламыз, егер де ода кері гормон беруге кері көрсеткіштері бар болатын болса, біз мүмкін қадағалаймыз. Ал егер де ол өшіп тұрған сатысында эндометриоз енді бастапқысында ол жас қыздарда бірден асқынған эндометриоз анықталмайды. Төмен түрі. Бастапқы стадиясында ол манағы ауырсыну, сосын зерттеу жүргіземіз, сосын одан ары қарай енді болмаса, көнбесе онда операция істеу керек болады. Ол енді бірден жатырды алып тастау деген емес. Себебі ондай ситуациялар өте сирек кездеседі. Жатырды бірден алып тастамайды. Тек мана эндометриоз ошақтар анықталған жерлерді ғана алып тастау. Содан кейін барып, егер де енді оған да көнбей жатса, онда гормондарды да қосуға тура келеді. Және де манағы микроэлементтерді сырттан береміз. Витаминді басқа. Емі бәрібір күрделі, иә, демек бұның, иә? Енді егер жаңағы Айдана Аманжанқызы әріптесім айтқандай, біздер негізгі ем ол гормоналды ем. Бізде енді мына дәрігерлерді сіздер білесіздер, барлық ем нәтижесі, барлық ем диагностика тек қана протокол бойынша, яғни денсаулық сақтау министрлігінде бекітілген протокол бойынша іске асып отырады. Барлық біздің әр қадамымыз, яғни осы заңнамадан алыс немесе жаңағы тыс болмауы керек, соған мән беріп қараймыз. Және бұл протоколда негізгі ем ол гормональды ем болғандықтан көбінесе акцент осыған жаңағы мән беріледі. Екінші жағдай ол стероидты емес, қабынуға қарсы дәрілерді тағайындау. Ауырсыну кезінде ауырсынуды басу негізгі ем болып жаңағы тағайындалып жатады. Бірақ қазір мына Айдана Аманжанқызы айтқандай көп зерттеулер жүргізіліп, осы протоколдың шыққанына, ол протоколдың өзі 2019 жылы енгізілген, 5 жыл сайын қаралу жүргізіледі. 24 жыл, яғни биыл 5 жыл болғандықтан менің де көптеген үмітім бар. Қазақстанда жүргізілген зерттеудің нәтижесіне сүйене отырып, эндометриоздың емдеуіне және оның ошағына жүргізілген операциялардың ауқымына, этиологиясына, факторына байланысты тек қана гормон емес, микроэлементтер, витаминотерапия, одан да бөлек басқа да көптеген нәтижелі және адам организміне зияны жоқ тағайындалу жүргізеді деген ойдамыз. Біздің де үмітіміз зор, өйткені бұл жерде сіздерде жай қарап жатырған жоқсыздар, үлкен бір зерттеу жұмыстарын бастаған екенсіздер. Эндометриозы бар әйелдерде қан жүйесін зерттеу дейді. Мақсаты, жұмыстың барысы, сол туралы айтып өтсеңіздер, енді жоба туралы. Жаңа айттыңыз ғой, протокол бойынша үлкен бір өзгерістер енгізілсе, сіздердің зерттеулеріңізде бұған пайдасы тиіп қалар, және оның пайдасы өзгерсе, демек халыққа да
бір қол жетімді және жаңағыдай күрделі операцияларға апармайтындай оңай емдеу түрін бір әдемі жаңалық ашарсыздар деген үміттеміз. Ал ендеше осы жоба бойынша айта өтсеңіздер. Бастамасын кім, негізгі мақсаты қандай? Жоба бойынша жалпы осы Батыс Қазақстан медицина университетінде қауымдастырылған профессор Айнұр Аманжолқызының бастамасымен, сол кісінің жетекшілігімен біздер осы етеккірдің ауырсынуына байланысты 3 ғылыми техникалық жобаны тәмамдадық. Оның зерттеулерін халықаралық базада мақала түрінде және де екі доктор PhD осы нәтижелерге сүйене отырып жаңағы зерттеулерін жүргізіліп аяқтап отыр. Одан бөлек бір магистр және де осы біз тақырыбымыз дисменория эндометриозның айналасы болғандықтан бұл тақырып өте жаңағы ашу мақсатында бір зерттеу екінші зерттеуге ынталандырушы, екінші зерттеу келесі зерттеуге ынталандырушы және үшінші зерттеуді тәмамдағанда Айдана Аманжанқызы докторантураға қабылданып бірінші курсқа. Бұл кісіде өзінде жақсы жаңағы идея болғандықтан қан жүйесіне қарай бет бұрып, соның нәтижесіне сүйене отырып, бұл кісі өзінің докторлық диссертациясын қазір кезде бастап жатыр, ғылыми зерттеу жұмысын. Біздер көбінесе жаңа айта кететіндей дәрімен тапшылығына үлкен мән беріп соған қарадық. Енді біздер ғалым болғандықтан тек дәрімені деп айтсақ, ешкімді сендіру өте қиын. Әрине. Сол үшін да біздің жүргізілген зерттеулер генетикалық, яғни ол қыз балада осы дәріменің тапшылығы, ол қыз баланың хромосомасындағы генотипінде ерекшелік бар ма, мутация бар ма, емді қажет ете ма, және ол осы эндометриоз немесе дисменориямен байланысы бар ма, соны біздер осы зерттеу арқылы жаңағы нәтижелерін алып отырмыз. Яғни ол нәтиже байланысы болғандықтан біздер оны Scopus халықаралық базада бірінші квартал журналында жариялап отырмыз. Яғни ол зерттеудің нәтижелігін және оның дәріменінің эндометриоз кезінде дисменорияның ауырсынуын басу мақсатында тек қана стероидты емес, қабынуға қарсы дәрілер емес, комплексті дәріменнің тапшылығы, көптеген микроэлементтердің жетіспеушілігі бар екенін ғылыми тұрғыдан терең ойлармен, зерттеулермен, байланыстармен анықтап, қазір кезде арғы ойды, арғы түйінді басқа докторанттар, соның ішінде Айдана Аманжанқызы өзінің зерттеуінде де Айнұр Аманжолқызының жетекшілігімен алып кетіп, ары қарай жалғастырып жатқан ой бар. Жоба туралы. Енді докторантураға түсер алдында бір өзінің идеямен келу керек. Сондықтан осыны айтқан кезде, осы зерттеу қалай болар екен деген кезде мені қолдады Айнұр Ергалиевна және жетекшім Айнұр Аманжолқызы. Бұл неге осы тақырып төңірегінде жоба жүргізуді бастадым, себебі өзім сол ортада жұмыс жасаймын. Әйелдерде бедеулікпен ауыратын, бедеулік мәселесі өте көп. Сол әйелдерді көп кездестірем. Және де осы эндометриозы бар әйелдер қазір жиі кездесіп бара жатыр. Және ол әйелдерде көбінесе қанағыш келеді. Яғни қан ұю жүйесіне кері әсерін тигізеді эндометриоз ауруы. Әйелдер қанағыш және де сол көп қан кетудің әсерінен әйелдерде етеккір циклда көп мөлшерде келеді, гемоглобин төмендейді. Яғни ол анемияға әкелуі мүмкін, созылмалы анемияға келеді. Сондықтан неге осы әйелдерді зерттеп көрмеске деген ойладым. Неге осы дәл эндометриозы бар әйелдерде осындай қанағыш болып келеді деп. Олардың қан ұю жүйесін зерттеу және соның ішінде витамин К-ны біз айтып кеткен және ферритинді зерттеуді алға мақсат қойып отырмыз. Және де осы эфир арқылы да біз әйелдерді, біз болашақта жобамыз басталып жатыр ғой, біз зерттей бастаймыз. Бізге көп мөлшерде әйелдер керек. Осы эндометриозы анықталған әйелдер. Анықталған. Бұл себебі барлығы ғылыми жоба болғандықтан барлығы қағазбен
бекітілген болу керек болады. Сондықтан барлығы ақпараттандырылған әйелдер және анонимді түрде жүргізілетін жоба. Сондықтан біз Ақтөбе қаласының әйелдерін, егерде эндометриозы анықталған жағдайда бізге хабарласуына болады. Біз оларды әрі қарай зерттеп, толық осы жоба бойынша және де барлық егерде бедеулігі болатын болса, сол бойынша біз жүргізе бастаймыз әйелдерді. Сондықтан бізге шақырамыз осы жобаға қатысуға. Эфирге келудегі мақсат әрине әйелдерге салауатты өмір салтын, эндометриоз, етеккір циклы туралы ақпараттандыру, сонымен қатар осы жобаға бізді әйелдер көріп отырса, біз шақырамыз. Өйткені ол аса маңызды, жалпы шетелдерде негізі зерттеулер өте көп жүргізеді. Және оған қаншама адамдар ерікті түрде барады. Өйткені ол тек қана жалпы біз қоғамда өмір сүріп жатырғаннан кейінде біздің ауруымыз тек қана ол біздікі емес. Оны ертеңгі күні ушығып кетпеу үшін, немесе болашақта басқа да адамдарға кері әсерін тигізбеу үшін ең болмағанда біздің ауруымыз бір ғылыми негізде зерттелген болуы аса маңызды. Сондықтан да бүгін эфирге келіп, осылай барша эндометриозы белгіленген, анықталған әйелдерді шақырудағы мақсатта дәл осы зерттеулерді жүргізу және ертеңгі күні жаңағы емі тек қана қиып тастау немесе жұлып тастау деген емес, осындай өте оңай тәсілдері арқылы емдеуге болатынын бұл кісілер дәлелдегісі келеді. Сондықтан да барша ақтөбелік нәзік жандыларды, эндометриозы анықталған нәзік жандыларды осы жобаны қорғауға және ат салысуға шақырамыз. Барлығы анонимді түрде, әрине. Және жобаға қатысты тағы айтатын пікірлеріңіз болса, бізде санаулы минуттар қалды. Енді жалпы мына зерттеулерге қатысатын кезде тағы да бір айтатын жағдай және осы мүмкіндікті пайдалана отырып, жалпы бізде мына ғылымда ғылым бөлек, медицина бөлек, практика бөлек, теория бөлек деген ұғымды жойдыру керек. Егерде біз мына медицинаның дамығанын қалап және оның дамығанының нәтижесін протоколға енгізіп, нәтижелі ем алу үшін бұндай зерттеулер өте қажет. Соны міндетті түрде мына кейде зерттеушілер емханаға, басқа да медициналық ұйымдарға, дәрігерлердің атсалысуына, медициналық персоналдың атсалысуын сұрайды. Әрине түсінеміз, жұмыс өте көп, жұмыс өте жауапты, бірақ бұл зерттеулердің нәтижесі егерде қаншалықты нәтижелі болса, біздің қазіргі кезде қолданып жүрген протоколдағы барлық ерекшеліктер, яғни клиникасы, диагностикасы, тәсілдері, емі болашақта одан да жақсы, одан да пайдалы болуы мүмкін. Ал егерде біз нақты зерттеу нәтижелерін көрсете алмасақ, ол протоколда ешқандай ерекшелік, қосымша ұсыныстар пайда болмағандықтан, ары қарай сол протокол түрінде қалып қою мүмкіншілігі бар. Сондықтан зерттеу нәтижесіне тек қана науқастар емес, зерттеушілер емес, медициналық персонал, әсіресе тәжірибеде жүрген өзіміздің коллегаларымызға, өзіміздің ұжымдастарымызға үлкен өтініш осы ғылыми зерттеушілерге зерттеудің нақты болуына, оларға бірге атсалысуына көмек беруін біз сұраймыз. Әрине, мына дамыған елдерде зерттеу нәтижелерін асыға күтеді олар. Қандай нәтиже алдыңыздар? Нәтижелеріңіз қандай болды, көрсете аласыздар ма деген жаңағы тек қана науқас емес, медициналық персонал. Неге? Олар да түсінеді, протоколды жетілдіру үшін, нәтижелі ем алу үшін зерттеудің нәтижесіне және оның қорытындысына мән беру керек екен. Сондықтан бұл бәрі бірге, біздер бәріміз бір ауыздан, бір ойдан, бір көзқараспен ары қарай дамуымыз керек медицинада. Міндетті түрде. Қосарыңыз бар ма? Енді қосарым, әйелдерге ең бастысы денсаулық тілеймін. Өздеріңізді күтіңіздер, 6 ай сайын дәрігер гинекологқа қаралыңыздар. Себебі денсаулық ол сізге берілетін бар байлық. Денсаулығыңыз өз қолдарыңызда. Өте дұрыс айттыңыз. Енді бағдарламамызды әдемі бір тілекпен жалғастырайық. То есть аяқтайық. Сәлеметсіздер ме? Өте жақсы тақырып көтерген екенсіздер. Көп-көп рахмет айтқым келеді. Жай ғана алғысымды білдіруге жазып жатырмын. Кәсіптеріңізге береке берсін дейді. Рахмет көп-көп. Бұл да бір сіздердің жобаларыңыздың алдындағы көрерменнің әдемі бір тілегі. Жобаларыңыз сәтті аяқталар деген үміттеміз. Қанша уақыт қажет етеді? 1 жыл? Негізі жоба ол
Докторантура 3 жыл, сол 3 жылға қарастырылған. 3 жылдың ішінде осы тақырыпты қорғап, зерттеп шығуларыңыз керек. Ендеше сәттілік, және бүгінгі эфирге де барынша атсалысып, көрерменге қажетті ақпарат бергендеріңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, неке бізге берілген 50 минут уақыт осымен өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпарат бере алдық деген ойдамыз. Міндетті түрде өсіп келе жатырған жас қыздар болса, баршаларыңызға және солардың аналарын әсіресе айтқымыз келеді. Қыздарыңыздың денсаулығының бүгіннен бастап қадағалаңыздар және аса мән беріңіздер. Өйткені әйел денсаулығы, ана денсаулығы қоғам үшін аса маңызды. Бүгінгі қыз балалар ертеңгі ана екенін ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер және салауатты өмір салтын сақтаңыздар деген тілекпен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.